жүрегім сені таңдар 91-дің танымалдылығы артып, топқа деген сырттағы сұраныс еселенгелі Ерболаттың болмысы мен бизнестегі ұстанымы күрт өзгерген. Тіпті табысты продюсер жұбайының өтінішін орындау үшін де ақша талап ететін көрінеді. Мәселен, 91-ның бір ғана мүшесін 2 сағатқа өнер көрсетуге сұрап алуды көздеген Асыл Беделхан тығырыққа тіреліпті. Бикеш жолдасының қойған қаламақысына қауқары жетпегенін жасырмайды. Есті жүргізуші ретінде шақырған болатынмын. Ерболаттың прайсы 1,5 миллион теңге деген. Енді айтқаны бойынша, енді саған жарайды скидкамен 1,200,000 болады деп. Сондықтан өздерінің прайсы бар. Енді көре жатармыз болашақта. Бүгінде Асыл продюсерлік мансабындағы мақсатына мықтап кіріскен. Келешекте Ерболаттың келіншегі де күйеуінің бұйымтайын бизнес жоспар арқылы орындамақ. Бәсеке нарық құру үшін адал болу керек. Бизнесін құра білу керек. Және де мысалы болашақта мүмкін 91 бізге ұсыныс жіберер жүзімге. Дуэт жасайық деген. Сонда өзімнің прайсым болады. Сонда онда болмайды. Жарайды күйеуім үшін, жарайды 91 үшін сондай болсын деп. Қос орталықтың жетекшісі үшін бұл үрдіс үйреншікті. Сондай ерлі зайыптылардың үйдегі де түздегі де әңгімесі табысқа кенелудің жолдары турасында өрбиді екен. Ерболатпен ақылдасам, өйткені оның білетіні тоққаны көп. Бірақ көмектеседі деп айтпаймын. Бірақ енді аздап сұрап алам ақылдарын. Қыдырәлі мен Қарақатта бір терінің пұшпағын илеп жүр. Бірақ Болмановтың әйелінен ақша алу үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Отағасы керісінше келіншегінің меншікті мерекесінде жыл сайын концерт өткізіп, Әбілдинаның қайырымдылыққа бағытталған жобаларына тегін жәрдемдеседі. Қарақаттың ниетін мен екі қолдап қолдадым. Алла ниетті қабыл етеді дейді ғой. Осы бір туған күнінде мұқтаж бір анаға біреуіне болса да көмектесейікші деген.